Уақиға сүресін оқып, мен барлық қарызынан құтылған болатынмын. Және де уақиға сүресін оқып, қаншама адам өзінің материалды жағдайын реттеген болатын. Маған айтады да, сен уақиға сүрені қайта-қайта айта бересің, қайта-қайта айта бересің дейді да. Мен қалай айтпаймын, өйткені ол маған өзінің пайдасын берді ғой. Мен оны кәдімгідей практика жүзінде көрдім, нәтижесін алдым, мен сезініп көрдім. Одан кейін мен айтамын ғой. Қазір тыңдаңыздаршы. Сәлем, сіздермен бірге мен Мейрамбек. Бүгін мен тағы бір пайдалы ақпаратпен бөлісуге келіп отырмын. Бізден ана нәрсе шығады, уақиға сүресін оқы деген знактар шығады ғой алдынан. И сол кезде блин, ол ұзақ қой, ол андай ғой, 96 аяттан тұрады ғой, мен уже тілім келмейді дейміз да, қоя саламыз. Даже біз оны оқуға деген ниет жоқ ше. Негізінде мен соңғы уақытта түсінгенім, әрбір жасайтын істің алдында ниет ету керек екен ше. Полноценный ниет керек екен. Даже сен оқи алмай жатсың ба, Құдайдан сұрай аласың ғой, Аллахым, маған осы уақиға сүресін оқығым келіп тұр, оқуға менде желанием болып тұр, осыны менің тіліме жеңілдетіп қоюыңды сұраймын. Осыны мен күніне бір рет болсын оқығым келеді, маған осыны бір рет оқуға маған бір төзім берші, Аллахым, маған осыны бір жеңілдетіп қойшы, Аллахым, менің тіліме прям жатқызып қоюыңды сұраймын, Аллахым, мен тілімді оң бұрып қоюыңды сұрайын деп сіз ниет етіңізші. Даже бізде ондай ниет та жоқ та кәдімгідей. Шынымен өзіңізге сұрақ қойыңызшы, даже менде осындай ниет болды ма деген кезде оны шықпайды да кәдімгідей дейтін. Біз сұрай аламыз, тілімізге жеңілдетіп қоюын, мысалы, оны бәріңізден көріп жатсыздар да. Ол тек қана мен емес, оны бүкіл адам айтып жатыр да. Уақиға сүресін оқысаң осындай болады деген сияқты. И андай ғой, уақиға сүресін оқысаң сен бітті байып кеттің, ойбай, ақша аспаннан жауды деген тема емес. Уже сіз кәдімгідей өте көп знактарды байқап бастайсыз, сізге ақша келетін не деген мүмкіндіктердің ашылғанын көріп бастайсыз да, кәдімгідей ол реально болады. И сіз тек қана без ожидания, күтпеңіз. Оқыдыңыз ба, күтпеңіз, ешқашан күтпеңіз, арты не болады деген сияқты. Мысалы там ниет темасы да бізде айтылады да, там сен Аллахтың разылығы үшін оқымайсың ба, дүние үшін оқитын деген сияқты, малдар деген сияқты маған комментар кеткен болатын. Я мен дүние үшін оқыдым. Шын айтқан кезде, я мен дүние үшін реально мен пока жүрегіме қатты түскен жоқ, мысалы дейтін. Аллахтың разылығы үшін бүйтіп деген нәрсе түскен жоқ. Мен реально қарыздарым үшін, ақша үшін, дүние үшін оқыдым да. Шын айтқан кезде, по факту келген кезде. И ол өзіңді алдап керек емес. Бірақ та мен былай жасайтынмын. Аллахым, мен мойындаймын. Просто мойындау керек те өзіңе де. Құдай бәрін көріп тұр ғой сенің дейтін. Мен мойындаймын, қазір мен осы қарыздарымның жабылғаны үшін оқиын деп жатырмын. Бірақ та уақыт өте келе сенің разылығың үшін оқу деген мен жүрегіме салып қойшы, Аллахым. Мен бұлай до конца оқығым келмейді, мен сенің разылығың үшін деген прям жүрекпен сезініп оқығым келеді. Маған уақыт өте келе осы нәрсені жүрегіме салып қоюыңды сұраймын деп мен сөйтіп оқитын едім да, өзімді алдап емес та. Но басында айтқан дұрыс по-любому, тілмен болсын, Аллахым, сенің разылығың үшін осы уақиға сүресін оқуға ниет еттім. Осы уақиға сүресі арқылы мені прям хайырлы, берекелі, көркем түрде байытуыңды сұраймын деп, дальше мен оқи беретінмін да. И кейін өзім сұрайтынмын. Бірақ та сенің разылығың үшін оқуды мен жүрегіме прям орнатып қоюыңды сұраймын, Аллахым, дүние үшін емес деп ше. Сол үшін де прям мойындау керек та. Реально мойындап, от души оқыған дұрыс екен. Бізде сондай хейт кетті да, көп дейтін. Сен дүние үшін оқисың деген сияқты. Если қиындатып жүрсеңіз, қатты қиын бұны оқу дейтін болсаңыз, просто дұға жасай аласыз ол үшін де ше. Аллахым, маған тіліме жеңілдетіп қоюыңды сұраймын. Бір мезетте бастап беруіңді сұраймын, Аллахым. Бір мезетте оқып шығуды маған нәсіп етші деп прям солай оқитын болсаңыз, даже түсінбей қаласыз, өйткені любой істеген амалдан прям амалдан ниет хайырлы дейді ғой, дейтін ниетіңіздің жемісін көресіз да, уже қалай оқып тастағаныңызды түсінбей қаласыз да. Сол үшін мен сізге айтатын келетін нәрсе, өйтіп миыңызда қиындап тұрған нәрсені Аллахтан дұға жасап көмек сұрай аласыз да. Вот, мен айтқым келгені, мен бүгін осы қалай қарайсыздар, менің ойыммен келісесіз ба, келіспейсіз ба, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Және де сізге айтқым келетін нәрсе, егер сізде ақшамен, қарызбен проблемалар болып, өзіңізді түсінбей прям андай қарыздың ямасында жүрген болсаңыз, мен сізге айтатын едім, осы дәл TikTok парақшама өтіп, бірінші тұрған постты оқыңызшы. Бірінші тұрған пост, сол жерде ақшаға байланысты жақсы ақпараттар жазылған да. Сол жерден өте көп адам қарызынан құтылған болатын. Бизнес ашпағандар бизнес ашып кетіп, қарызынан құтылып өте күшті результаттар болып жатыр. Дәл қазір барыңыз да, сол парақшамдағы бірінші тұрған закрепленный постты оқыңыз. Мен TikTok және Instagram парақшама тіркеліп алыңыз. Мен скоро Instagram парақшамда тегін сабақ таратам. Дәл қазір мінекей экранға белгілеймін. Дәл қазір барып іздеп подписка жасап алыңыздар Instagramға. Мен сіздерге алда уақытта энергияға байланысты, ақшаға байланысты тегін сабақтар таратамын. Давайте үлгеріңіз.